Құрметті қала тұрғындары, Хромтау ауданының аумағындағы Мағажан су қоймасының бұзылу қаупіне байланысты Ақтөбе су қоймасына көп көлемді судың құйылуы күтіледі. Сәйкесінше Ақтөбе су қоймасының толуына байланысты шлюзді ашуға мәжбүрміз. Сақтықта қорлық жоқ демекші, ол судың арнадан шығу қаупі болғандықтан сіздерді алдын ала хабардар етіп отырмыз. Елек өзенінің бойында орналасқан және Қарғалы өзенінің кірпішті көпіріне жақын орналасқан бау-бақша ұжымдарының тұрғындарынан эвакуацияға келісім беріп, үйлеріңізден шығуды сұраймын. Уважаемые жители города, в связи с угрозой прорыва Магаджанского водохранилища, расположенного на территории Хромтауского района, ожидается прибытие большого объема воды в Актюбинское водохранилище. Соответственно, в связи с заполнением Актюбинского водохранилища мы вынуждены открыть шлюз. Предупреждаем, что это может привести к выходу воды из берегов. Прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Елек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного, дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома.